Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін асқабақтан дайындалатын ханым әзірлейміз. Каналға жазылып, лайк басып қолдап кетіңіздер. Сонымен біз бастаймыз. Жылы суымызға тұз және де ұн салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды 15 минуттай тындырып қоямыз. Дайын болғанға дейін біз салмасын дайындап аламыз. Пиязымызды жұқа етіп, ұсақтап турап аламыз. Асқабақты мен теркадан өткіздім. Қалауларыңыз бойынша ұсақтап турауларыңызға да болады. Барлық туралған заттарымызды араластырып аламыз. Қалауларыңыз бойынша құйрық май қосуларыңызға да болады. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш саламыз. Қалауларыңыз бойынша және міндетті түрде шекер қосатын боламыз. Тынған қамырымызды біркелкі жұқа етіп жайып аламыз. Қамырымызға сұйық май жағып шығамыз. Үстінен салмасын салып, біркелкі жұқа етіп орап шығатын боламыз. Егерде сіздерде манта варкаларыңыздың асты жабысатын болса, міндетті түрде майлап алыңыздар. Листімізге дәл осылай жайғастырып, парда 30-35 минуттай пісіріп алатын боламыз. Тамағымыз дайын. Сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде төменде өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер, және де каналға тіркелуді де ұмытпаңыздар. Сәлем, мен бүгін қатпарлы самсаның қамырын дайындаймын. Видеоны соңына дейін қарап, сіздерге де дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Жасаған самсаңыз жұмсақ әрі өте қатпарлы болып шығады. Каналға тіркеліп, лайк басқан болсаңыз, ендеше біз бастаймыз. Ыдысымызға алдымен жылы суымызды құямыз. Су қол күймейтіндей болуы қажет, және де бір жұмыртқа салып, тұз саламыз. Тұзды аса көп салмаймыз, бір қасықтай жеткілікті. Жақсылап бір араластырып, үстінен қажетінше ұн салатын боламыз. Ұнды бірден көп салуға болмайды. Жұмсақ болу үшін алдын ала аз-аздан салып барып, содан соң қолға жабыспайтын қамыр илейтін боламыз. Қалауыңызға қарай 3 немесе 2 бөлікке бөліп аламыз, және де тындыруға 15 минутқа қойып қоямыз. Дайын тынған қамырымызды ұнмен жайып алатын боламыз. Қамырымыз оңай әрі жылдам жайылуы үшін ол міндетті түрде тынған болуы қажет. 15 минуттай жылы жерге қойып қойған жағдайда қамырымыз біркелкі босасатын болады. Және де жайып алған қамырымыздың үстіне сары майымызды ерітіп осылай құйып шығатын боламыз. Әрине, тәбетіңізге қарай қойдың тоңдырып алынған үш майын не болмаса басқа да май түрлерін қолдануға болады. Барлық жеріне тегісте жағып шыққан соң, екінші қамырымызды жайып бастаймыз. Оған дейін біздің осы қамырымыз дәл осы күйі тұратын болады. Яғни бетіндегі майы кішкене қатып тұрады. Содан соң барып екінші қамырымызды дәл осылай үстінен жайып шығатын боламыз. Бұл қамырымыздың үстінен де сары майымызды құйып, тағы да барлық жеріне біркелкі жағып шығатын боламыз. Егерде сіздер қамырды 3 бөлікке бөлген болсаңыздар, дәл осылай 3 рет қайталап отырасыздар. Сары майымызды жағып болған соң, біркелкі беті қата бастағанда қамырымызды орайтын боламыз. Сары май еріп тұрған кезде, яғни ыстық кезінде орауға болмайды. Себебі жан-жағынан ағып шығып кетуі мүмкін. Қамырымыз да біркелкі әдемі кесілмейтін болады. Сол себепті қамырымыздың бетіндегі сары май кішкене қата бастағаннан соң барып ораймыз. Тағы да айта кететін жайт, қамырды бос орауға болмайды. Кескен кезде, жайған кезде қамырымыздың арасы ашылып кетпес үшін қатты қысып барып орау қажет. Қамырды аса қатты жұқа жаю қажет емес. Ет асқандағы жаятын қамырымыздан қалыңдау болғаны дұрыс. Орап алынған қамырларымызды біркелкі, бір көлемде дәл осылай кесіп шығатын боламыз. Егерде сіздер бұл қамырды жаздың ыстық кезінде жасайтын болсаңыздар, қамырды кішкене холодильникке жарты сағатқа, 1 сағатқа қойып алғанымыз дұрыс. Себебі
Қамырды кескен кезде, яғни жайған кезде, қамыр көлемін әдемі бір келкі ұстау үшін кішкене сармайлары қатуы қажет. Сол себепті холодильникке қойып алған дұрыс. Дүкендерден алып жасайтын дайын қамырлардан дәмі әлдеқайда дәмдірек әрі зиянсыз. Себебі дайын қамырлардың құрамында маргарин өте көп болғандықтан ағзаға сіңуі де өте ауыр келеді. Сол себепті сармаймен жасалған, өзіміз үйде қолмен жасаған өте дәмдірек әрі зиянсыз болып келеді. Барлығын біркелкі кесіп болдық. Ендеше ұнға малып қамырларымызды жайып алатын боламыз. Алдымен ортасын бір басамыз, содан соң барып ортасынан шетіне қарай жайып отыратын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыздың қатпарлары бір-біріне жабысып қалған жоқ. Жайып шықтық. Ендеше самсаны түйіп алатын боламыз. Дәл осы самсаның рецептісін келесі видеода салатын боламын. Міндетті түрде лайк басып, төменде өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.